Футболкамен намаз оқуға бола ма? Болады. Енді былай ғой, біздегілер тисе береді, футболкамен оқуға болмайды, тақиясыз оқуға болмайды, былай істесең болмайды, олай істесең болмайды. Өзі намазға жаңадан келген адам, өзі намазды үйрету проблема болып жатқан кезде, біздікілер былай жүрсең болмайды, былай демалсаң болмайды, футболкамен болмайды, тақиясыз болмайды, жалаң аяқ оқуға болмайды, мынандай істеуге болмайды, мынандай істеуге болмайды деген, бұл бәрі жай нәрсе. Дұрыс бар нәрсе, бірақ бұл кімге керек? Анау өмір бойы намаз оқып жүргендер қарқы басын сон. Біз өз жаңадан бастадық, мен қанша куәсімін. Жаңадан намаз бастаған адамдар анау айта береді, мынау ақыл айта береді, бүйтсең болмайды, үйтсең болмайды. Bir күні тұрып алды да, қош деді. Мынаған сен былай етеді, мынаған сен былай етеді. Не істеу керек деді? Қош деп жинап тастады. Тура сол сияқты болып жүр біздің қазір көптеген адам. Bir күні мешіттің ішінде спорласқан ғой. 2-3 жамағат, 2-3 адам, мынау болмайды, сенікі дұрыс емес, менікі дұрыс емес, сенікі дұрыс, менікі дұрыс емес деп. Әйтеуір не керек? Қырғын болған. Қырғын болғанда далаға біреу мешітке кетсе, далада біраз адамдар тұр екен. Біразы біреу тұр екен. Несін десе, мен періштемін деп, осы мешіттің ішіне байланған періштемін. Не деп далада тұрсын десе, мыналар спорласа бергеннен кейін қуып жіберді депті. Аналарға айттым депті, мен періштемін, одан ары шық деп айтты дейді, бір қырылып. Сол сияқты бізде анау спорласа берген сенікі дұрыс, менікі дұрыс емес, менікі дұрыс деген. Бұл аңду болды да бір-біріміз, бұл жақсы нәрсе емес. Бұның қайыры да, берекесі де, шарапаты да жоқ дүние. Сондықтан олай жасамаңыздар. Біз қайта намаз оқығанына риза болуымыз керек халқымыздың, шынын айтсам. Өйткені сол совет өкіметінен көрген қорлығына қарамастан, сондай нәрсеге қарамастан намаз оқып, ғибадат жасап, намазын тастамай жүрген адамға қайта қамқоршы болып бата берудің орнына біздікілер жан жейміз, сенікі қабыл, менікі қабыл емес, сенікі қабыл, менікі қабыл емес деген мәселе. Сондықтан бұл жақсы нәрсе емес. Қабыл болсын. Футболкамен болса да оқи беріңіз. Енді мешітке барған кезде мешіттегілер кішкене имамдар футболкаға тиіседі, анаға тиіседі. Енді конечно шорты турсый майкамен барып жүрмейді, бала деген деп. Бірақ десе футболка деген түсікті ғой, енді бола береді.